Ақылды болуға жетелейтін 3 жол бар. Біріншісі тәжірибе жолы, ең ащы жол. Екіншісі ұқсау жолы, ең жеңіл жол. Үшіншісі ойлау жолы, ең таза жол. Менің жетістігіме бола құрметтемеңдер. Құлаған жерімнен қайта тұрғаным үшін бағалаңдар. Жалқауға бір іс тапсырсаң, атаңнан артық насихат айтады. Берсең аларсың, еңсең ұрарсың. Жұмадан үміт күтсең, бейсенбіден әрекетке көш. Сен өзгеге күлме, саған да күлетіндер табылады. Жауға жалынба, досқа тарылма. Үй таңдама, қоныс таңда. Жиеннің алғаны парыз, жезденнің алғаны қарыз. Еңбек адамды 3 зұлымдықтан арашалайды. Зерігуден, жамандық жасаудан және мұқтаждықтан. Жеке пікірі бар адам ғана бір нәрсеге тұрарлық адам болады. Көшерден бұрын керуен басыңды сыйла, қарыз алардан бұрын береріңді ойла. Не ғұрлым терең қазсаң, соғұрлым кірбің табасың. Адамдардың барлығы айналасындағыларды өзгерткісі келеді, бірақ өзін өзгертуді ойламайды да. Өзін жақтырмайтын нәрсені өзгеге де тең көрме. Егер сіз биікке шыққыңыз келсе, тек өз аяңызбен шығыңыз, өзіңізге сенім артыңыз. Уақыт өтеді, бірақ айтылған сөз ешқашан өшпейді. Сұлулық әйелдің бақыты, қадірін білмесе соры. Ашулы кезде тіліне ие болған адам нағыз ұлы адам. Жаман мінез, құлқы бар адамнан аулақ жүріңіз. Өткені сынақтан басқаның бәрі жұғады. Адамды бақытынан айыратын 3 нәрсе. Өткенге өкіну, болашаққа алаңдау, бүгінгі күннің қадіріне жетпеу. Егер бай болғыңыз келсе, ақша табуды ғана емес, оны үнемдеуді де үйреніңіз. Атың жақсы болса, ер жігіттің пырағы. Балаң жақсы болса, жан мен тәннің шырағы. Қызың жақсы болса, жайқалып өскен құрағы. Әйелің жақсы болса, бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші ырысыңның тұрағы. Тозаққа түскен бұлбұлдан еркін жүрген торғай артық. Адам баласының шындығының ашылып қалуынан өлер де қорқып жүрсе, бұдан артық бақытсыздық жоқ. Адамдар өзі неғұрлым ізгі болса, ол соғұрлым басқалардан да соны байқайды. Адамзатқа не керек? Сүймек, сезбек, киінбек. Қарекет қылмақ, жүгірмек, ақылмен ойлап сөйлемек. Адамнан ар кеткенше, жан кеткені жақсы. Өткені сенің көптеген жақсылықтарың адамдардың есінде қалмауы мүмкін. Бірақ кішігірім қателіктерің ешқашан ұмытылмайды. Өзіне өзі ор қазған адамға ешкім де ештеңе де көмектесе алмайды.